Қойшы мен жоғалған сиыр. Бір адам өз отарын бағып жүрсе, ол бір сиырдың жоғалып кеткенін байқайды. Сиырды бүкіл жерден іздеп, бірақ таба алмапты. Қойшы сиырды табу үшін орман рухына құрбандыққа қой шалам деп ант етеді. Бір шама уақыттан кейін қыр басына көтерілсе, қойшының қойын жеп жатқан арыстанды көре, қорқып, қолын көтеріп, аспанға қарап, мен жақында егер ұрыны ұстасам, құрбандық шаламын деп ант етіп едім. Мен ұрыны таптым. Енді сиырымды құрбан етуге дайынмын. Осылайша мен арыстаннан қашып, қауіпсіз бола аламын, дейді ол. Бұл оқиға бізге нені ұғындырады? Кей адамдар өзінен күштіні көріп, қорқып, өздерінің берген антын ұмытып кетеді.